бар болсын, Айтжан қызымын. Айтжан қызым. Нешедесіз? Биыл 65-ке шығам. Осы 62 жасымда ма, 63 жасымда кішкене сахарный дебет болып қалдым да. Содан соң құрсағымнан өкіл қойып барып, дәрі ішіп жүріп, сөйтіп барып өкіметтің тізімінде болатынмын. Содан осы ламифарин дейтін радиодан естіп, содан балалар айтты, осы бір жақсы өнім сияқты, тәте бір шешеңіз болады ғой, бәріміз көмектесеміз ғой деді. Содан кейін алғашында қымбат екен деп қимай жүргем. Артынан қойшы енді өмір ғой, енді алып көрейінші деп алдым. Со 1-2 айдың ішінде анша көмектескен жоқ, соның кейітінен жақсы көмектесті. Оның үстіне менде мына ревматизм бола қалған. Сонда Асқар айтқан, асықпаңыз, бәріне сабырлық керек, осыған ревматизміңізге де жақсы көмектеседі, 1 жылдан кейін көресің қалай болады нәтижесін деді. Сол менен шүкір иншалла сахарын бірден қоя бастады. Содан кейін 1 жылға дейін ішіп жүрдім де, содан кейін әгі сахарым недәуір басылып кеткен сияқты. Дәріні қойдым, ішпедім. 20-ға дейін көтеріліп кетеді. Кейде сол анша есімді білмей есіктерді таба алмайтын дәрежеге келіп қалам кейде. Содан бері инсулин қабылдадым. Инсулин қойып барып, тамақ ішіп сөйтем ғой. Өкіметте тізім бар, неше жол больницаға да жатып қалдым. Ол енді сахарный дебет болғаннан кейін рәсми скорый алып кетеді кейде көтерілгенде. Соны сөйтіп жүргенде шүкір иншалла 1 жылдан кейін жақсы нәтиже берді. Осы кезде сахарный дебет жоғалып кеткен сияқты жоқ. Мен әзір ламифаримді Асқар айтқан біраз уақыт дем алыңыз деп. Содан кейін дем алып жүрмін, әзір ішкем жоқ. Қарасам, әйтеу білмеймін, Алланың берген қуаты бір жағынан осы ламифаримнің күшіме деп отырмын. Қазір қанша сахарыңыз? Сахарым 7-менен 7-де 2, 7-де 5. Анда-санда бір өлшеп қоям, ұмытып қалдым өз сахар екенімді. Ұмытып кеттім. Әлде де бірер банкым тұр, кейде анда-санда бір таңертең уақытта бір қасық жеп қоям болды. Намаздан кейін сөйтіп жүреді. Шүкір иншалла. Бұдан өзі және оның үстіне бауырым қабынып қалатын, бүйрегім қабынып қалатын болып организмді жақсы тегжейді екен. Өзім осы арқылы талай адамға да айтып, талай көп адамдар алып ішіп жүрді. Бәрі де айтты, болады екен, жақсы екен деп. Енді Алланың алдына барып келіп отырмыз, өтірік айтуымызға болмайды ғой, біз енді шындығын айтуымыз керек. Жамандағанда өсіп өскендік емес, шүкір иншалла. Осы бірінші Алланың берген қуаты, екінші осы ламифаримнің қуатыма деп отырмын. Әзір енді сахар дегенді ұмытып қалдым айтып. Иншалла. Көбінесе мен ревматизм жағынан да көмектесті ғой деп. Сонысы кім айтқан едім, сахарым екінші мәселе болып қалды, мен ревматизм дұрыс болмай қалды ғой, ревматизм асқарау десем. Сабырлық қылыңыз, ревматизмді де дұрыстап етеді, жақсылап кетеді. 1 жылдан кейін көресің нәтижесін деді. Сол әлі есімде ұмытпаймын. Соның кейін шүкір иншалла сол ішіп жүріп, осы жақсы болып қалдым деп ойлаймын. Енді Алланың берген қуаты бір жағынан. Қалай қабылдап едіңіз? Таңертең сәресте бір қасық жеймін, жылы суменен. Болды, содан кейін кешкі жатарда тамақтан кейін бір қасық жейді. Сол сөйтіп жүрдік күнге 2 қасық кәне. Таңертең бір, кешке бір. Қазір сахарыңыз мүлдем азалады? Мүлдем жоқ әйтеу, 7-де 2, 7-де 5, сол біздің жасымыздағыларға болады ғой 7 деген. Көңіл-күй жақсы? Көңіл-күй жақсы, шүкір иншалла. Ұйқыда тыныштық, ұйқыда жақсы. Содан дем алысы, біраз сізді дем алтамыз деген, мақұл дем алсаң деп, сонда да сақтық үшін кейде таңертең уақытта бір қасық жеп қоямын өзі, бір банкім бәне тұр, анда-санда бір ойыма түскенде, жолаушы жүріп қыдырып кеткенде қалады үйде. Сөйтіп жүрмін. Салмағым содан кейін бұрын салмақ қосып ап, салмақ тастап жүретін. Әзір енді қара нанды да жемеймін. Әдеттегі тамақтың бәрін іше берем. Ешқандай несі жоқ. Әйтеу сахарым жоқ болған сияқты енді. Талай тексеріп те жүрміз, жоқ сахары жоқ. Сол 7-менен жүрмін. Болады ғой біздің. Рахмет, бірінші сол ламифарин орталығына да әйтеу үстінде дәрімді үстінде әкеп берді. Айтқан кезінде қайда тұрсам да сол жерде. Кейде Талдықорғанда тұрдым, кейде
декабрьде тұрдым, осы жақта тұрдым, қайда болсам да әйтеу. Енді 2 жылға таяудай ғана қабылдадым ғой деймін енді, одан артық емес енді. 1 жылдан артық кәне 2 жол алдым. Бәріне де рахмет, осы өнімді алғандардың бәріне Алла тағала шипасын берсін, дертіне жеңілдігін берсін. Алла тағала бір жағы Алланың қолында, бір жағы сол енді ауған түйені басқандай осы мына дәрінің де күш қуаты ма деп отырмын. Әйтеу көп дәріні қойып кеттім ғой, көп осыған сенім арттым да, осы бойынша әйтеу бісміллә деп тұрып, бұрын көп қабылдайтын ғой, сахарный деген жаман ғой. Өкілменен дәрің есесін, оның үстіне ойбай ана жерің, мұн жерің бәріңді бүлдіртеді. Көңіл күйің болмаса да өрлеп кететін, соның бәрін тежеді деп отырмын. Шүкір иншалла. Рахмет бәріңе де. Істерің оң болсын. Алла өнімдеріңді көптеген Қазақстанымыз болсын, қай жерінде алып жатқандарына Алла дерттеріне шипасын берсін.